Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ең дәмді, оңай дайындалатын үй жағдайындағы пастаның рецептісімен бөлісетін боламын. Керекті ингредиенттер: клейги 33%, яғни сливки, 1 дана пияз, 3-4 дана самырықлақтар, тауықтың төс еті, макарон өнімдері. Макарон өнімдері өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әр түрін қоссаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей ең алдымен қызып тұрған табаға зәйтүн майын қосып аламыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша зәйтүн майын, я болмаса күнбағыс майын, яғни подсолнечный масланы пайдалансаңыздар да болады. Мінекей қызып тұрған майымызға жақсылап, ұсақтап туралған пиязымызды қосып, араластырып аламыз. Пиязды қоспасаңыздар да болады, ол міндетті емес. Жақсылап араластырып алып, одан соң кубиктап, ұсақтап туралған тауықтың төс еттерін саламыз. Бізде тауықтың төс еті тез піседі, сондықтан газымыздың астын баяулатып қойғандарымыз жөн. Жақсылап, майымыз барлық тауықтың төс етіне сіңгенше жақсылап араластырып аламыз. Одан соң оның үстіне ұсақтап туралған самырықлақтарымызды саламыз. Содан соң барлығын біркелкі етіп, осылай видеода көрсетілгендей араластырып аламыз. Сол мезетте кастрөлімізге суымызды қойып, жақсылап қайната береміз. Дәміне қарай тұз және де бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша басқа да приправа, яғни дәмдеуіштерді қоссаңыздар да болады. Мінекей тұзымыз бен бұрышымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Ал ендігі кезекте қайнап жатқан суымызға макарон өнімдерін саламыз. Мінекей мен осындай макарон өнімдерін пайдаландым. Шамамен 9-10 данасын салдым. Жақсылап суға пісіріп аламыз. Мінекей біздің салмамыз дайын болды. Оның үстіне ендігі кезекте 33% клейгиімізді құямыз. Мен осындай клейгиді пайдаландым. Барлығын қосу міндетті емес, шамамен көзбен қарап, 1 стакан құйсаңыздар болады. Барлығын араластырып, баяу отта тағы да 10 минуттай бұқтырып алатын боламыз. Мінекей, біздің макарон өнімдеріміз пісті. Оны судан айырып алып, яғни суын төгіп тастап, екеуін бір-біріне біріктіретін боламыз. Содан соң столға ұсына берулеріңізге болады. Оны әрлеу мақсатында сіздер үстіне сырды сеуіп қойсаңыздар да, я болмаса черри қызғанағымен әсемдесеңіздер де болады. Барлығын араластырып, столға ұсынамыз. Мінекей нәтижесінде осындай паста дайын болды. Жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.